Енді өзің бақытты болады десең өзге қуанышыңызға ма деген. Мінекей бағала білгенге бақ қонады, қуана білгенге құт қонады дейді. Бүгін осы Сәрсенбай ағамыздың, Зілиха анамыздың, Молда Мырзаевтар Қоңырат елінің қуанышын бөліскен қадірлі ағайындар, бүгінгі той баршаңызға құтты болсын, жұмыс болсын. Біз болып, жақсы қалғанымыз болып, бүгінгі керемет кешті бір үйдің баласындай, бір болым саласындай, көзінің ақпен қарасындай ат салысып атқан ағайын. Әрине, тойлары тарқамайтын шат-шадыман, әулет жайлы айтайын мақтанымын. Әйгілі Қоңырат дейтін ел болады, ешқашан түспейді құлтақтарынан. Молда Мырзаевтар әулетін кім білмейді, тек тұрпақ өсірген ғой жастарынан. Сәрсенбай көкеміз тойымызды төрінде тұрып, елге бөліп беретін тапқанынан. Зілиха анамыз аналардың асылы ғой, алтын құрсақ ана деп көп таныған. Мінекей талай ұл мен қызы дүниеге әкеп, бақыт қақты балалық шақтарынан. Соның бірі гауһардай, гауһарымыз, алтынымыз. Әулет жайлы айтайын ақпарынан. Бой жетіп бәрімізді қуантты ғой, Құдайым айырмасын бақтарынан. Тойына тек дәулеттің қош кепсіздер, төріне қызыр болып, бақтар қалағай. Енді өңе қалайсың, өңе кейбір жасы ма? Келген құда қыдар қандай? Ой, тамаша болады. Арғын елі қандай? Кетпелі көшелі қаламыз дейді, табиғат зор қаламыз деп жатыр. Қаласыздар ма? Мен де сіздер сияқты келген дегенсіз, қап кеткен бол жатыр. Әпке, көңілге қалай, жақсы ма? Шүкір жақсы. Құда қыдар қандай? Нұржан күйеу бала қандай? Көңіліңізге отырады. Ай, бәрекелді. Не бірден уайымдап тұрсыз ба негізі? Уайымдамаңыз, той өзін жамат құдағыңыз уайымдамаңыз. Былай құрметті ағайын, осы той келем тұғырым дейік болсын деп, мәртебесі әрдайым асқақтай берсін деп қол соғайын ағайын. Той құтты болсын ағайын. Құрметті ағайын, ер азаматтың қосы оңбай дейді, қосын қолдырып, ісі мол болып, тілекті мол болып отқан, өндіріп отқан осы Нұржан мен Гауһар бақытты болсын ба? Бастарына бақыт құсы қонсын ба? Шаңырақтары сәбиге толсын ба? Солардың қызығын арғын елі Қоңырат елі көрсін ба? Көре алмайтындар шерге бөлсін ба? Бөлсін деп қалды ма? Адамды аямайды дейсіз кәдімгі. Ассалаумағалейкум деген Нұржан деген өзің ғой, көңіл күй қалай? Жақсы. Үйленген қандай? Жақсы. Жақсы болады басында, одан кейін бәше жақсы болып көресің ғой. Енді құрметті ағайын, күйеу бала қалай? Бола ма Қоңырат елі? Бола ма? Болса да болмаса да болса енді бара. Нұржан менің әрі аттасым, әрі бауырым құрметті ағайын. Мінекей, не деген сәйкестік, не деген туралы Құдайдың өзі барлығын тауып қосады ғой. Екеуі қандай жарасымды жұп. Жараса ма? Бақытты болсын ба? Ал мархабат олай болса, біз арнайы көпшіліктің қолдауымен осы жастарымызды тұғырлы төрінде кең жоғарғы қарай шайғастырып алайық қадірлі ағайын. Ал мархабат, қалсалайық, қолсалайық, келін мұтты болсын. Бақытжан Құдай. Келін келді дегенше, шаттық келді десеңші. Жанияға гүл толып бақыт келді десеңші. Ойдағың мен қырдағың түгенделді десеңші. Көше кезген Нұржандай бойдағыңыз елді түгенделді десеңші. Кеше келген қонағың жата болды десеңші. Қартаймаған, сақалы жоқ, мұрты жоқ, өзі красавчик, үші биді өздір жіберетін Бақытжан Құдамызды ата болды десеңші ағайын. Ата болады құтты болсын. Осы Нұржан балаңызды, Гауһар келініңізді қолдарыңызға ұстайсыздар ма? Әрине. Сонша құдағыңыз сұрап бересіз деп жатыр. Жері алып, әбіш қалама, одан да дайын тұра бересін, Шоқан Уәлиханды сетіміздің бәші күшті деп жатыр негізі. Абай көшесін бойында емес па, Абай көшесінде. Білем ғой мен, білем ғой. Сөйттің боласың. Жақсы тілекті жалғап, тілекті арнап, биіктерге самбап отырайық. Зілиха анамызға кетіп тұрайық. Адамды танисың көзінің қарасынан, ананы танисың Гауһардай өсірген баласынан. Жақсы бір тілекті сұрайық, арнайы шапалақ ұрайық, Гауһардың анасынан да қояйық.